Ең бірінші етті турап аламыз. Қабырғаларды осындай бөліктерге бөліп, сосын тағы да екіге бөлеміз. Баклажанды осындай үлкен домалақ қылып тура берсеңіздер болады. Сосын болгарский перец керек бізге. Оны да үлкендеу қылып тура берсеңіздер болады. Пиязды жарты дөңгелек қылып тураймыз. Сосын помидорды тураймыз. Помидорды долькалармен бөле берсе болады. Қазанға ең астына бірінші сұйық май немесе қойдың майлы бөлшектерін астына қойсаңыздар болады. Сосын отты ақырын қойып отырып, бірінші ет, сосын пияз, тұз сеу жереміз. Сосын помидор, қызанақтарды саламыз. Оның үстінен тағы да тұз сеу жереміз. Баклажанды қойып шығамыз. Баклажанның үстінен тағы да тұз сеу жереміз. Паприканы кішкентай қасықтан 3-4 қасық қосамыз. Чеснок 3-4 қоссаңыздар болады. Ең үстінен картошканы қоямыз. Картошканың үстінен тағы да тұз сеу жереміз. Болгарский перецімізді қоямыз. Оның үстіне тағы тұз себеміз. Осы жерде жасыл шөптерді қоссаңыздар болады. Ең үстінен капустаны жауып, барлығы өзінің соғында, яғни өзінің суында піседі. Өте аз отта, кішкентай отта 2 сағат пісіресіздер. Астарыңыз дәмді болсын.